Барлықтарыңа салам, сәлем, короче, достар, бүгін біз Overland серверінде выживать ететін боламыз. Короче, бүгін екінші бөлім, және мен жанымда Фикап бар. Но мен Дискордта отқан жоқпын, точнее, шамал күте тұрасыңдар деген ойдамын. Короче, мен қазір барып подписчиктер тақтасын толтырамын. Және сендер осы кезде коммент жазып қалыңдар. Өйткені сендер подписчиктер тақтасына түсулерің, сол кезде шанстарың көбейеді, және шанстарың көбейеді дедім ғой, бәріңді түсіретін боламын. Және каналға подписаться етсеңдер, вообще түсіремін. 2 рет жазып қоямын даже. Короче, сенен болған мен лайк, енді подписчиктер тақтасына жаза берем, ал біз екеуміз Фикап екеуміз кете берейік. Мади 3344 сен жазды, и таңақта екінші Қуаныш Киан 3 осылай жазылыпты. Так, осылай жазылған, аты қате жазылған, бірақ сонда да дәл қалай жазылды солай жазып кеттім. Так, Ернұр Асланұлы дейді. Ернұр Асланұлы. Ернұр Асланұлы. Ерқазақ, Ерқазақ деп жазып қойдым. И Зан Нұрсат дейді. Зан Нұрсат кетті бұл да. Так, тағым бар. Пайди болды. Сендерді түскілерін келсе жазыңдар. Уже бізде 5 адам бар. Жаймен деп баставадырық. Бұл Overland'тегі подписчиктер тақтасын, но уже бізде 5 адам бар, короче. Сендерді так что коммент жазыңдар, бәрі болады. Сендер болғанмен лайк. Давайте видеоға дамуға кеттік. Короче, біз Фикап екеуміз қазір баратырық. Фикап қайда баратынын білетін сияқты. Ал менің алдында түсіріп алған броняларым. Так, қайығына пайда мінуге болады. 2 адам мінуге болады екен. Фикап өзі жеткізетін болады. Так что мен деген өйткені қалай болады, карта сокровищ вообще табу білмеймін, честно айтайын. Портал тұр дейді, қаны. Ой, блин, все. Так, портал лутать ет дейді. Сандық қайда бұн? Такс. Ой, қамай қарап шығайын кездес. Сандық қайда, көріп түсіңдер ма? Так. Бош. Оп. Все. Так, балта, жойын шапқыш дейді, жөндеу дейтін. Фигня. Такс, давай, айда. Фигнялар түсті, короче, шақпақ түсті, бізде шаша дейма, ондай қатты білмеймін не түскенін, но фигня нәрсе түсті. Жойқын шапқа дейді, мынау не бәле, эффективность қой, значит. Так, баяғы адамдар танып жатыр. Где? Куда ушел? Осы жерде дей ма? Қой, маманан тауып алуды айтсай. Ош. Ма. Так, мынаны сындырайын мен. Так. Короче, Фикапқа береміз. Біраз нәрсесін өйткені Фикап тапты. Жүр, анда қарай. Яқа қарай. Мында. Кел, Фикап, короче, мен Фикапқа беремін заттарды біразын. Маған керек емес. Так. Алмаз, мынандай түсті, короче. Так. Маған, меч маған. Так что? Так. Ала бер дей ма? Ох. Рахмет, Фикап. Рахмет. Менде бар иде дейді. Так, кеттік па онда? Сенің үйіне дейік. Короче, Фикаптың үйіне барамыз қазір. Если кеттік дейді. Фикаптың үйіне кеттік, короче, достар. Фикап красавчик деп комментте жазыңдар. Ема бір алмаз, анау мелочтар алып алдым. Короче, түнгі море, и біз жүзіп келатық Фикап екеуміз. Өте керемет деп айтайын десем, менде шайдыр қосылып тұрған жоқ. Так что жасыл бірдеңкелердің арасында бүйтіп жүзіп келатық. Короче, қазір біз Фикаптың үйіне барамыз. Фикаптың үйі қандай екенін білетін шығарсыңдар. Жоқ, мен сендерге көрсетпедім, по идее. Фикап пен Аконның үйі, ол деген мен сендерге қазір көрсетемін соны. Так, міне келдік. Еді. Мынаны қарасаңдаршы, мыналарды қарасаңдаршы, датаго сендер қалай потолок қып салып қойған алар Фикаптар ше. Блин, мынау деген енді қалай, не деп айтам мен аған? Ё-майо. Малдарын қарасаңдаршы сендер деген. Блин, керемет, просто керемет. Ойламадым мынандай салат деп. Мыналар деген кәдімгі көбейіп жүрген ғой.
Мияши точно. Ема. Мен дауысын жауып тастағам. Мен тауық бар екен ғой, мынау пустой ма деп тұрсам, жұмыртқа алып кетейін деймін. Кетейін. Так. Резко қалай кіріп шығам? Бүйтіп. И резко өйстіп кіріп шығамыз да. Топ дейміз да. Так. Все, кеттік. Так, жұмыртқа, опа. 16, от души 16 жұмыртқа бар, короче, достар, бізде 16 жұмыртқа, мынаның бәрін атсақ, смело тауық шығарып ала аламыз. Так, бізде қазір мына фикаптың үйі, ё-майо, мынау деген. Мына видті қарасаңдаршы сендер, ема. Мынау вообще ғой деген, потолок қой мынау деген. Мынаны салу үшін қанша күш кеткен, Кстати, мынау баяғы бірінші жол ғой, шыққан кезде анау жақтан келеді. Мен кәдімгі шынымды айтайын, 5 минут жүрген болатынмын. Так, кәдімгі сандықтарда не бар? Мына жақта кремит, в общем, блоктар. Мына жақта лазурит, туда-сюда байлықтар. Мына жақта бізде тамақтар. Ойбай, тамақ мощь екен. Мына жақта киркалары, мынау заттары тапқан. Мына жақта зелье бар уже. Мына жақта дофига тростник. Ұйықтайық, кеттік. Ұйықтайық, кровать бар ма? Так, можно? Так, ұйықтай бер дейді. Ұйықтай берейін мен енді. Так, короче, мында ұйықтап тұрдық. Менде бірақ спаун пойнт қойылып қалды. Ол жаман, но бұл да жақсы. Опа, мына жақта не бар қойын? Так, опа, и кіреміз. Опа, кірсек. Мана, потолок. Мынау деген, ема. Жетілін. Дофига жетіл. Бір деревьяны тасып алыпсыңдар ғой, емать. Кіруге бола ма? Опа. Так, ой, мына жақпен бүйтіп ашайын. Опа, арчер. Мынандай сатады. Мықты таяқ сатады. Так, мынау деревнист жөндеу дейді. Починка. Опа, мына жақта сынбастық дейді. Не разрушимость 3. Ема, бұл да жақсы. Кәдімгідей дамытып қойыпты, ема. Дамытып қойыпсыңдар. Глина сататын. Ашып самайсың ба? Ашсай, сол имба. Так, глина сататын ашсай, сол жақсы деп жазып жібердім. Кет. Күшті. Так, күшті. Наяқ кәдімгі күшті, серьезно айтайын. Мынандай жасап тастаған фикап дерзко молодец. Блин, мына Ако екеуі тұрады, мына жақта үйлері, мынау талдары. Фикаптың островында не істеуге болады? Аралға қош келдің, аралды сындырмай тек қара, және мобтарға тиіспей, ештеңе ұрлама, аралдың авторы фикап, ендеше сәттілік тілеймін. Так что, фикаптың аралында біз қазір қоштасамыз. Біз қақа кетеміз өзі, омай. Қақа айтам. Қаралайды дейді, қарап тұрм. Киімі ма, езу, қалай? Басқа киім киіп жүреді, пайды да. Киімін. Ой, қалай киімін ауыстырып атыр. Мықты. Қайда қайтам? Қалай қайтам үйге деп сұрайын. Бұлай. Го. Так, үйіне апарайын ба дейді, өте жақсы. Опа, фикап деген красавчик. Дым істемей, бір алмас таптым, 4 замартас, опа, изумруд, еще теңіз жүрегі дейді. Кәдімгі, еще жұмыртқа алып кеттім мен деген. Үйіме апарып загоныма тастаймын, біреуі шығады, хотя бы екеуі шығады по идее. Мынау фикап енді красавчик, фикапқа бәрін красавчик фикап деп жазыңдар комментке. Так, бізде фикап кетіп қалды, короче. Так, фикап кетті, және біз деген фикаптан алған жұмыртқаларымызды бәрін лақтыратын боламыз. Так, бірінші. Так, подписчиктер, сендер үшін. Тым түспет. Қарға лақтырайын да. 2, 3, 4, 5, 6. Мынау мен үшін, короче. Жоқ, түспет. Так, мынау бірінші коммент жазған адам үшін. Мынау лайк басқан адам үшін. Мынау екінші лайк басқан адам үшін. Мынау үшін. Сендер үшін ғой бәрі. Мына не істеймін, сойып жейін ба? Біреу уақыт түскен емес. Ұят қой, ұят болды. Короче, мен малдар әкелейін деп шештім, а то малым вообще жоқ менің, честно говоря. Дым жоқ, мал жоқ. Не істеймін мен, бейшара болып жүре берейін ба?
Нифига нам малак береміз біз деген и вообще байып кетеміз. Так, короче, мына тросик па деп ойлап қалдым ғой. Так, малдар бізде қайда бар? Малдар бізде мынандай жерде бар, как көрсем. Мынау біздің жерім ғой, мысалға мен. Ана жақта кіттай шамалы бір 100 метр жүрсеңдер фикаптың елдері бар. И мына жаққа қарай чуть-чуть жүрсеңдер, и бізде малдар болуы мүмкін жақта. Болуы мүмкін, шығуы мүмкін деппін ғой. Так, шошқа бар, мен шошқа асырамаймын, не надо, спасибо. Так, мына жақта таяқтар мен сындырып тастаған. Менде ит қалмаған ба не вообще? Ит қалмапты менде вообще до того. Тым артында ит жоқ, охранам көп еді, менің охранам, оказывается, тым қалмапты охранадан. Так, Иса ойынға кіріп шықты, бізде 2 адам ойнап отырық серверде, жаль. Но бұл да жетеді, біраз нәрсе ойнауға. Так, қазір мобтар бар ма бізде? Опа, волк не надо, волк, мен одинокий волк я, другие волки не надо деп ше. Жібере салу мен сүйек жоқ өйткені. Так, короче, мен деген мына іштен тауық таптым. Бірақ тауық. Опа, 2 тауық. Екінші тауық бергесі. Тауықтың миы жоқ дейді ғой, так что абайлау керек, қалмасын бұлар. Так, 2 тауығымыз бар. Тағы басқа моб тапсам аламай қалам, екінші қолыма ұстайын бәйбітше. Опа, не деген гениймін. Бүйтіп жүрсем 2 моб сразу ұстай алам да. Вот. Кәдімгідей басым пісіп кетті деген осы ғой, Мыналарды мен деген мына көлден өткізем дегенше 3 жұмыртқа алдым. Бұларды мен көлден өткізгенше кәдімгі мынау мен блок салсам болатын еді ғой. Қашпа, жүр. Жүр, тамақ берем. Цыпа. Опа, көрдіңдер ма, мен деген балық бағудан бірінші орынмын ғой. Так, бізде қазір мен мынандай жерге шықтым, мобтар болады шығар деп, оказывается, менің моптар емес өзім жеп қоятын сияқты. Қазір, короче, қорқып тұрмын, честно говоря. Так, не бар бізде, моптар бар ма? Ой, блин, жүрсеңдерші. Так, короче, достар, мен наконец-то қой таптым. Қой бар бізде, короче. И аяқта араниясы бар, тақтан аяқта тағы қой бар. 2 қой бар, и бізде 2 тауық бар. Тағы ана қойларды алып кетейін, тағы сиыр тауып алу мүмкін. Үйім главным мына аяқта, соны білсем болды. Так, тауықтар жүр, анешті тағы қой жүр. Маған сиыр керек еді, қойлар ужиналарды көбейтіп алуға болады, но маған сиыр керек, сиыр. Особый ет табатын нәрсе ол, так что бізге сиыр тауып алу керек. Опа, тағы бір қой. Оп, мынаның бәрі қой болып кетті ғой. Короче, мына малдың бәрін тасып жүрсем, ана іште голем жүр ғой, прикиньте, ана жақта деревня бар екен, оказывается. Блин, мен деген бірінші рет көріп тұрмын. Мына жақта мен үйім болса, значит, мына іштерге қарай деревня бар ма? Че за фигня, мен түсінбедім что-то. Үйім қайда, мынау деревня бар екен жақта. Значит, исалар сол жақтан тасып тұр ғой. Ой, иса деппін ғой. Так, шығып кетейін мен, аналар. Так, короче, мен малшы болып келетім, честно айтайын. Мына малдың бәрін қарасаңдаршы, и мен деревняға қарай келетім. Мынаны ұмытып кетуім мүмкін, өйткені мен так қазір координат ашсақ, ой, скриншот түсіріп жүрмін, координат ашсақ, мен деген мына жаққа баруым керек вообще-то. Но біздің деревняны көргім келіп тұр, және големді өлтіріп алып тастағым келіп тұр, немесе байлап алғым келіп тұр, байлап мынаны сындырып кетсем. Қалай болады? Кирка керек та, блин, жалко сендер малдар. Ренжімейсіңдер, былай жаман жүре тұра аласыңдар ма дегендей ше. Так, тауықтарым қайда? Кетіп қалдыңдар ма? Тауықтарым да қасында жүр, Так, сендерді бір жерге апарып қамақ қою керек. Қайда қамасам болады? Мал асырамай ма не налар? Вообще. Жүре беріңдерші, қазір алып кетем. Так, мына жақта не бар? Оп. Кровать. Мына полдың бәрін кім сындырып алып кеткен? Блин. Ішке давление келген ғой, значит, да? Мынаның ішінде не болады екен? Андай ештеңе болмай ма? Болмайды екен андай ештеңе. Бір күшті нәрсе шыға алмасам. Так, үйлерінде дым жоқ. Гарантия маған шейін келіп кеткен адамдар. Өйткені вообще сандығым тонап кетіпті. Кімдер келген ғой, значит. Так, до меня келіп кетіпті, значит, деревняға. Орландтың қай баласы келді, білсеңдер, комментке жазып кетіңдер. Так. Мынаны өлтірем, онда амал жоқ. Сене железі түсет бауырымда. Жоқ, тиіспей қойын. Сен деген жетілерді қорғап жүрген жетілсің ғой. Сені өлтіріп тастасам не болады? Так, малдарым бәрін жинап алам. И обратно кетем, короче. Жүріңдер, ей!
жүр. Чу. Ей, әкеңнің аузы бергендерсей. Мына малдың бәрін әкпелем дегенше шынын айтайын шашым ағарып кетті. Ё-майо, мынау яқа дейін. Мен үйім, оказывается, чанктарды көбейтіп қойдым. Ну, в общем, азайтып тастайын. Ондай қатты көп қажет жоқ. Өйткені ПК-ны загружать етіп қажет жоқ. Онсыз да көріп тұрған жерімді. Так, жүріңдерші. Пинк. Жарайды, жүріңдер. Так, былай алып барам. И ана жақта бізде мал қора бар. Соны ішіне салам. Жүрші, әуік. Әуік. Жүр. Ойбай-ай. Быт-шытым шығып кетті ғой мыналарды әкелем деп. Датаға мына койк. Кәдімгі немді қосып жібердім. Поле зрениемді на максимум қосып жібердім. Такс, жүріңдер енді. Секіреміз мынаның төбесінен кеп. Мына цыпленок сендердің старшиларың. Бұның аты кім деп қойсам болады. Міне уже братан деп жатыр ғой, көрдің бай, бес қой жабылып жатыр саған. Сенің атың бүгіннен бастап кім болады? Кетсей мұждың ғой, ишак. Жарайды. Так, мыналар көбейе берсін, онда мен қойларға тамақ беріп кетейін. Так, саған біреу, и саған біреу, саған біреу, и саған біреу, саған біреу, саған біреу, саған. Нет, чё за фигня? Менің қоңыр қой қайда? Қоңыр қой тусаңдаршы. Мен екеуіңе не үшін бердім тамақты? Бір-біріңнен қол тоймасыңдар. Так, болды ма? Басқа ешқайсысы істегілерің келмей ма? Жарайды, мен кеттім онда. Ренжімеңдер. Бауырлар. Кет. Тауықтар қойын деген ба? Так. Болды онда. Кете берем мен. Көбейттім малдарым. Біраз жиналып қалды. Мына лаваны жауып тастау керек, а то біртүрлі болып кетті слишком. Так, короче, біз ұйықтап тұрдық. И мен малда мына жақта талдар өсіп жатыр. Біраз менің тал фермам. Және де бізде мына жақта өйткені талды жақындатып алдым ғой мен. Слишком алыс орналасқан талдардың фермасы. Так что мен қиындап кетті өмірім бәрі. И сондықтан мен мынандай қайшы алып алдым. Короче, сындырып тастауға болады, бүйтіп. Блин, уже екеуін сындырып тастадым ба? Что за скорость? Так, мыналардың бәрін қырқамыз қазір. Тың. Балдарын қырқуға бола ма? Болмай ма? Жарайды. Майнкрафтқа обидно, что ли? Жалко, что ли? Ну, жарайды, мыналарды қырқа береміз. Онда так, сенің жүніңді алып аламыз. Сен, кімде жүн бар тағы? Сенде жүн бар екен, жүн көп екен сенде. Так, мынаның да жүні көп екен. Қарындас, қырқылсай. Опа, міне 9 жүн. Чоты сендер ақтамадыңдар. 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуінен 10-ақ жүн түсті ғой. Мынау енді не айтшы. Блин, жарайды. Мына бәріне коврик істеп, мынаулар істеуге болады. Мен яқтың бәрін, яқты деппін ғой. Мынау отмет корабльді восстановить ететін боламын. Короче, корабльді восстановить етіп, бөлме қысалам. Мына жерді бүйтіп восстановить етіп, мына жақтарын бүйтіп сындырып, дұрыстап салып, корабльді қайтадан восстановить етіп алатын боламыз. Короче, сендерге видео ұнады деген ойдамын. Бүгінгі видео қызықты болды деп те ойлаймын. Сендермен болғанмен лайк. Короче, достар, қоштаспаймыз. Менің арнамда күнде Overland'ден видео шығып тұрады. Короче, барлығына рахмет, сау болыңдар, давайте.